жаздық, иә. Қазір сол топқа барамыз. Бірінші топ Бағдат, Жансая, Лаура, Ахмедияр, Заңғар, Айселет, тез-тез. Екінші топ Сержан, Каусар, Мирас, Үшінші топ Дария, Арай, Рухина, Үндю, Әділ, Абылай. Жақсы оқушылар, үш топ сақтаймыз, үш топқа бөліндік. Енді бізде бірінші топ жекпе-жек, екінші топ тайталас, үшінші топ дода деп аталады. Жекпе-жек, тайталас және дода. Жақсы оқушылар, сәттілік. Енді психологиялық ахуал қалыптастырып алайық. Бұл бізде бата әдісі арқылы оқушылар сіздерге бата түрінде жағымды көңіл-күй қалыптастырамыз. Талабыңа нұр жаусын дейді, өркенің өссін. Абылайдай алып бол, Шоқан сынды жарық бол. Қажылқанның күшін берсін, Әл-Фарабидің ісін берсін. Ал жақсы оқушылар, барлықтарыңызға бүгінгі сабақта сәттілік. Енді бізде қалыптастырушы бағалау чемпион белдігі арқылы жүреді. Яғни бұл жерде алтын белдік 2 балл, күміс белдік 1 балл. Сабаққа белсенді қатысқан оқушыларға берілетін болады. Жақсы, енді үй жұмысын пысықтау үшін мен қазір Lumia платформасы арқылы ашатын боламын тапсырмаларды. Есіне қатысайық. Оқушылар үй жұмысын пысықтау үшін Lumia платформасы арқылы сіздердің алдарыңызға тапсырмаларды осы сөйлемдер берілген. Осы сөйлемдердегі көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қоямыз. Бұл сөздер өткен сабақтағы ортақ етіс формасында жасалған. Інжу, сөйлемді айтамын, бірінші сөйлемді. Бірінші оқия сөйлемді. Қуана сөйлес жоқ. Қуана көрсек. Қуана көрсек бойынша. Келесі, Сержан. Өте жақсы. Келесі, Абылай. Өте жақсы. Қазір дұрыс жауап қойыңыз. Өзара сайысты. Келеу. Келесі. Келеу. Ақпанның бүгін 20-сы.
Етістіктің түбір формасына немесе жұрнақ жалғанған формасына тікелей осы жұрнақтар жалғанады. Ал ілді. Енді мысал келтірейік. Мысалға қос десек, қосылды, немесе қосыл. Бер десек, беріл, немесе берілді, немесе айт десек, айтылды, айтыл деген секілді. Бұл жерде түбірі бар етістіктің, ырықсыз етістің жұрнағы жалғанады. Бұл жерде жалғау түрде қызмет атқарып тұр. Түсінікті ғой, ал енді ын жұрнақтары не үшін жалғанады деген сұрақ. Себебі бізде ын қай етістің жұрнақтары еді? Өздік етістің жұрнақтары. Дұрыс айтасыңыз. Не үшін ын жалғанады? Бұл көбіне түбірде, етістіктің түбірінде деген әріп болатын кездесетін болса, онда осы ын жұрнақтары жалғанады. Мысалға, сал деген етістік салынды. Біз салынды деп айта алмаймыз, солай ма балалар? Сал деген түбір етістікке ын жұрнағы жалғанады. Немесе ілінді. Немесе тазала десек. Тазаланды деген секілді. Яғни түбірінде, немесе оның алдында дыбысы кездесетін болса, дауыссыз дыбыс кездесетін болса, көп жағдайда осы өздік етістің ын жұрнақтары жалғанып отырады. Бұл әрекеттердің барлығында бізде іс-әрекетті жасайтын орындаушы көрсетілмейді. Мысалға, ыдыс жуылды, теледидар қосылды. Теледидар бүгін қосылды деген сөйлемде оны қосып тұрған адам бар екенін білеміз біз. Бірақ ол сөйлемде не істемейді? Көрінбейді, көрсетілмейді. Үй тазаланды, киім ілінді деген секілді. Түсінді қой балалар, жақсы, сөздік ережені қысқаша жазып алайық дәптерімізге. Кітабымызды ашайық. Кішкентай қажымқан мәтіні берілген, оқулы мәтіні 5-ші тапсырмада. Осы оқулы мәтінін қазір топ-топқа бөліп оқытайық. Заңғар, оқи ғой. Қазақта кішкентай қажымқан деген сөз кең тарап кеткен. Оның себебі де жоқ емес. Қажымқан 1883 жылы Ақмола облысы Қарашөкел ауылында дүниеге келген. Ол жасынан-ақ ерен күшімен ауылдастарын таңғалдырып жүреді. Мұқан 18 жасында алғаш рет Омбы қаласында ашылған циркте орыс балаларына Злобинмен белдеседі. Злобин оған Петербургтік күрес мектебінде оқуға кеңес береді. Бұл ақылды құл алған Мұқан осы мектепте 2 жыл оқып, үлкен күрес өнеріне жолдама алады. Сөйтіп оған Германияның Кельн қаласында да бас бәйгеге ие болады. 1913 жылы Варшава қаласында өткен халықаралық жарыста кіші алтын медальді Америкада Аргентинаның астанасы Буэнос-Айрес қаласында еркін күрестен үлкен медаль жеңіп алады. Жақсы, жалғастырамыз. Мирас келесі 1911 жылы Мұқан Стамбулды түріктің атақты палуаны Нұрланын жығады. Ол сол кезде қазба атағына ие болып Қажымұқан атанады. Саратов қаласында ашылған арнайы митингдер циркінде қазақ батыры бірінші рет осы Қажымұқан деген атпен күреске шыққан. Бұдан әрі палуан Тегеран мен Кабулда, Мекке мен Мединада өткен жарыста жеңістерге жетті. 1913 жылы
мұқият қарап отырайық. Бізде бірінші сұрақ. Қол көтеріп жауап береміз оқушылар, иә. Қажымұқанның күрестегі жетістіктерінен басқа қандай әрекетін ерлік деп есептеуге болады мәтін бойынша? Абылай. Ол өзімен көтеріп, өзінің соңғы алып, өзімен ұшақ алып, әскерге апарған. Әскерге, яғни ұлы отан соғысына жіберген. Өте жақсы Абылай. Келесі. Не себепті Қажымұқан Черный Иван аталып кетті? Сұраққа кім жауап береді? Не себепті Черный Иван аталған? Черный Иван атанып, он 2 жыл 24 патшаның жерін болған. Не себепті аталған? Кім айтады? Толық кім жауап береді? Не үшін Черный деген сөз қара деген солай ма? Не үшін Черный Иван аталған? Орыс палуандар жеңіп сөйтіп, соны орыс палуандар Черный Иван деп атап кетті. Дұрыс, өте жақсы. Яғни бұл Иван есімді көп палуандармен күрескен, иә? Орыстың Иван есімді палуандарының барлығын шыққан. Ол кезде мына қазақтың атынан шығу орыс саясатына кереғар болды. Сол үшін де Қажымұқанды өз атымен емес, әсіресе жапон аттарымен, немесе башқұрт, немесе жаңағы орыс аттарымен күреске шығаратын болған. Яғни спортқа осылай басқа атаумен де күрескен деп белгіленеді. Келесі, Қажымұқанның спорттық мансабының басталуына не себеп болды мәтін бойынша? Не себеп болды? Спорттық мансабының заңға? Алғашында ол Омбы қаласында ашылған циркте орыс палуанын Злобинмен белдескен. Соны жеңгеннен кейін Злобин қандай кеңес берді оған? Осы Петербургта күрес мектебінде оқуға кеңес берді. Петербургта күрес мектебінде оқуды кеңес етті. Сол жаққа кетеді де не істейді? 2 жыл оқып келеді. Сол Злобинмен күрескеннен кейін оның кеңесі бойынша 2 жыл оқып, оның спорттық мансабына жол ашылады. Палуанның қажы атануының себебі неде? Не үшін қажы атанған әділбек? Меккеге қажылыққа барған. Дұрыс, Меккеге қажылыққа барған. Барлығына не көп болды деп ойлайсың? Жастарға бару. Және нақты себебі Стамбулдың түркі палуаны шығады. Нұру деген палуан оған не істейді? Меккеге баруға кеңес өзімен бірге баруға шақырады. Содан кейін ол отырады. Сол жаққа барып қажы атанады. Палуанның 24 патшаның жерін басқам деген сөзін қалай түсінесіңдер, Лаура? Көп жерлерді көрген. Әртүрлі мемлекетке барып күрескен, жеңіске жеткен қазақтың ата-бабасы баспаған шет мемлекеттерге, Америка секілді, оңтүстік Америка болсын, солтүстік Америка болсын, сондай мемлекеттердің барлығына барып палуандарды шыққан себепті ол 24 патшаның елін басқан деген. Жақсы. Ал ендеше келесі тапсырмаға өтейік. Дәптерімізді түгел ашайық оқушылар. Кітаптарымызда, оқулықтарымызды ашайық. Дәптерімізді ашыққа оқушылар, оқулықпен жұмыс жасаймыз. Мәтіннен ырыс-етістерді тауып, жасалу жолын көрсетіңіздер. 5-ші тапсырманың әсі дискрипторы мәтіннен ырыс-етістерді тауып, жасалу жолын көрсетуіміз қажет. Яғни, кітаптарыңызда сіздерде осы Кіші-Атасы Қажымұқан мәтіні бойынша ашылған деген етістік берілген, солай ма? Ашылған деген етістіктің түбірі аш. Ол ненің жұрнағы? Бүгін өткен ырыс-етістің жұрнағы. Хан, есепшеу. Дәл осылай жасалу жолын
Ол деген қайда деген сұраққа жауап береді ғой. Қажымұқан ұмытпайды. Жоқ, ол деген өкшіме. Ол деп жазайды. Ол сіз етістік жұрнағы арқылы жасалған. Жырлаған бірі жырлар. Ол біздің ырыс етістік жұрнағы болмайды. Қандай? Түгел жазып алайық дәптерге. Ал оқушылар, келесі тапсырма бізде топтық жұмыс. Қай топ жасанды интеллекттен ақылды екенін білетін боламыз. Осы әдіс арқылы жасанды интеллект арқылы жазылған қазір сіздерге мәтін таратамын. Сол мәтіннен сіз қате етістіктерді, әсіресе етіс жұрнағы жалғанған қате етістіктерді не істеуіміз керек? Табуымыз керек. Я сіздерге 5 минут уақыт беріледі. Дескриптор тақтада тұр. Бізде бірінші топ, жекпе-жек тобына қазақ күресі туралы мәтін, екінші тайпалас тобына jiu-jitsu туралы мәтін, үшінші дода тобына француз күресі, грек күресі туралы мәтін. Ал оқушылар топтарын жасаймыз.
салған дейді ме? Шаш салады. Ал қарсыластар өзара күш Сыналады ма? сынасады. Қарсыластар өзара күш сынасады. Келесі. Әзіре. Балалардың шеберлігі мен көрермендер тарапынан жоғары Бағаласады ма? Жоғары бағалайды ма? Бағалайды. Балалардың шеберлігі көрермен тарапынан жоғары бағаланады. Келесі. Жеңімпаздарға арнайы сыйлықтар үлестіріледі. Бұл спорт түрі бүгінде әлемдік деңгейде танылады. Жақсы, өте жақсы. Жақсы. Келесі бізде грамматикалық ойын Learning Apps платформасы арқылы қазір сіздердің алдарыңызда ырықсыз X пен ортақ X формасындағы сөздер беріледі. Сол сөздерді топқа жіктейтін боламыз. Ал қазысты Муслим айтып ғой. Айтысты, Сержан. Дарья. Айтылды. ерінбей жаттық. Денең шыныққан сайын рухың
Мен талай балықтарды жықтым, бірақ ешқашан оларды кетіскен емеспін. Жүрегіңде еліңе, жеріңе деген махаббат болса, ең үлкен қиындықты да жеңіп шығасың. Намысыңды биік ұста. Жеңіліс пен ол сабақ, жеңіс бол жауапкершілік. Заман өзгерді шырақтарым. Қазір білекпен емес, біліммен күресетін уақыт. Оқыңдар, тоқыңдар. Мен тербелген білекпен емес, елден соққан жүрекпен жеңдім. Сен де солай ет. Ал жақсы. Түсінікті болды ма? Яғни Қажымұқанның атамыздың айтқан сөзі. Білекпен емес, біліммен де жеңіске жетуге болады, иә? Енді үй тапсырмасын жазып алайық, дәптеріңізді түгел ашайық. Егер Қажымұқан біздің заманымызда өмір сүрсе, осы тақырыпта үйден эссе жазып келесіздер оқушылар. Бұл бір шарт болу керек, бұл міндетті шарт. Эсседе міндетті түрде 5 ырықсыз етіс болуы керек. Ал тақырып жазып алайық. Егер Қажымұқан біздің заманымызда өмір сүрсе. Чемпион кубогы бойынша 3 орынды кубоктың орнын басасыздар. Ал бірінші топтан бастап, бірінші топ келе қойыңыздар түгел. Ал сұрақтарым бар деді. Кімге айттық сұрақтарым бар деді? Келе қойыңыздар екінші топ. Жақсы. Сабақтың соңында қазір түсіндіреміз. Асықпаңдар. Келесі үшінші топ. Болдық қоя түгел. Жақсы оқушылар. Ендеше қорытынды бағалауға да келіп жеттік. Қанша белдік жинадыңыздар оқушылар? 6, 8, Сержан, 8 апай. 8, 6, Әділбек, 9, өте жақсы, 6, тағы. Жақсы. Сіздерді енді өзім ауызша қорытынды түрінде бағалаймын. Бүгінгі сабаққа өте жақсы қатысқандар. Заңғар 9 балл қоямын, Ахмедияр 9 балл, Лаура 9 балл, Жансая, Айзере, Бағдар 8 балдан қоямын. Келесі Мирас өте жақсы қатысқан, Әділбек өте жақсы қатысқан 9 балл, қалған оқушылар 8 балдан. Келесі үшінші топта Әділ 9 балл, Абылай 9 балдан бағалаймын, Муслима 9 балл, қалған оқушылар 8 балдан бағалаймын. Бүгінгі сабаққа өте жақсы қатыстыңыздар. Қатысқандарыңызға рахмет. Ал оқушылар, тұра берсеңіздер болар. Сау болыңыздар.